Сәлем достар, сіздермен бірге мен бауыржан және бүгін біз Майнкрафт ойнайтын боламыз және мен қасымда бәріңізге сәлем достар, сіздермен бүгін қалайсыздар достар? Короче достар, бүгінгі видеода мен дегенде достар, короче бүгін біз мынандай осындай үйлерді салыстыратын боламыз. Алмаздан және де изумрудтан және де алтыннан және де темірден. Короче достар, видеомызды бастаймыз. Короче достар, мен видео шықпағалы қаншама күн болды, ай болды деген сияқты примерно. Короче достар, бүгін бізде негізі менде видеолық примерно бір ай болып қалған сияқты. Енді достар, мен ютубқа оралдым. Ендеше достар, осындай рубриканы қаласаңыздар, ендеше лайктарыңды басып каналға тіркеліп отырайық. Ендеше видеомызға қарай бастайық. Бүгін біз 4 үйді бағалап шығатын боламыз. Бірінші темір, екінші алтын, және изумруд, және алмаз. Темірден бастайық. Темірге ашамыз. Бұнда не бар? Бұнда осындай терезе бар екен, және факел, және пеш и броня жататын төсек, и мұнда бұның заттар, сандығы, и мұнда бізде осындай раковина сияқты бірдеңе железадан жасалған, и мұнда біз мындай наковальня пеш бар екен. Бұнда не бар? Бұнда да заттар бар екен, бәрін шашылдырып қойып өткен. И достар, мұнда железный инструменттер бар екен. Железный заттардан жасалған заттар бар екен. Достар, енді мен андақтыр жиында келесі үйіміз бізде алтын үй осындай. Айтпақшы достар, біз бұны бағалаймыз. Соңында бағалаймыз ба? Жоқ, мұнда сразу жас керек, қайсы отқанын нетейік. Мен мұнда қойым, сен мына жаққа қой. Сен мына жаққа қой. Оннан неше балл береміз? Таза чирик-читтер. Кешіңіздер читтер. Мен үшін бұл 6. Оннан 6 дейдім. Достар, мен болсам бар ғой. 7 бере салайын, 7-тен бір. Оннан 7 балын берем. Бізде... 7-тен 10 бұл көп тұрған? Жетпейді. Бізде алтын үй. Енді мен ашам. Алтын үй бізде. Бірақ бұда бір жаман не жоқ кен? Броня жоқ па не? Броня салын болған мұнда. Мұнда бізде кровать. Сапсар кровать. Енді деген достар, мұна жер вот татем бессмертный. Вот броня достар бірақ бар екен мұнда. Бірақ нормально. Бұл маған ұнап еще книжный полки бар. Так, достар, бұған мен бар ғой балымда достар. Так, 9-дан 10 берем. Маған екен бұл еноды. Бұл нормально. Мынаған неше береді? Маған 8 береді. Вот мына еке бұл бізде изумрудный үй осындай әдемі. Компактный. Сыртта кішкене. Ішіне кіреміз. Мен так подсветкамен осында не? Вот осындай төсек и бұда да броня жоқ. Бұнда әдемі картинка и осындай факел бар екен. Вот енді суеттің ішінде не бар көрек. Бұл жерде желия бар екен. Енді достар, барын заттарды нормальный екен. Бұл үй нормальный енді ұнап тұр. Маған достар ұнап кетті. Бұл үйге мен бағанам. Неше дейміз? Жарайды. Алмаз. Вот алмаздың үйі маған қатты ұнады. Ну, нормально. Шашырат қойсаң өзім. Нормально.
броня бар екен, меч бар екен, и мынандай не бар екен. Броня Короче, той бір видео түсіргенде осы қымбат кете береді екен. Так, достар, маған ұнады енді дегенді балды маған оған бар ғой. Осылай болып көреміз. Так, жігіттер, маған мен серверден маған мынандай болады. Так, короче, достар, бір-біріміздің бағымызға қарап шығады. бұл 10-нан 6 берген, иә, бұндай үйге 10-нан 8 беріпті, 10-нан 7 берген мына үйге. 10-нан 11. Иә, достар, короче, маған алмаздың үйге қатты ұнаған болатын. Нормально. Достар, короче, видеоға лайктарыңды басыңдар, осындай форматта Видео видеолар. қысқа болып қалса кешірім сұраймын Иә, достар. сұрайында 6 минут Көп күн болды. болды енді видео түсірмегеніме, енді видео түсіріп жүретін шығармын. Достар, осындай видео форматта видеолар ұнайтын болса, сіздер лайктарыңызды басыңдар. Каналға тіркел. Ал енді, 20 подписчикке жеткізіңіздер. короче, достар, осымен менің видеом аяқталған болатын. Ал сіздерге видеоны ұнаса, лайктарыңды басыңдар, арнаға тіркеліңдер, қоңырауды басыңдар, комментарий жазыңдар. Ал достар, сау болыңдар.